Сәлем достар, сіздермен бірге Алмас Айтымов. Бүгінгі видеода Civil 3-ті бағдарламасында объем санау туралы болады. Екі түрлі мысалда қарастыратын боламыз. Біреуі накопитель, екіншісі котлован. Бірінші котлованды ашайық. Котлованның асты бұл менде қазылып болғаннан кейінгі түсірілім. Екінші файл қазбай тұрып алдын ала түсіріп алған түсірілім. Енді осы жерде бірінші поверхность жасаймыз. Қазбай тұрып алынған съемкадан. Так, существующая земля. Поверхность определения. Бұл жерде объекты чертежа добавить. Точканы таңдаймыз. Өйткені объекттердің бәрі точка менде. Точка таңдамастан бұрын мына жерде артық точкаларды келтіру керек. Так, свая. Ну все. Объекты чертежа, точки. Бүкіл точканы таңдаймын. Поверхность салынды. Мына жерде кейбір точкалар менде блок ретінде болған. Сол үшін тағы да объекті қосамын. Тип объекті блоки. Так, закрыть. Енді қосылды. Келесі бұның бәрін скрывать етіп тастаса болады, либо котловандағы съемканы бәрін бір слойға салу керек, чтобы шатаспас үшін. Так, котлован. Бәрін белгілеп алдым. Котлован деген слойға салдым. Енді осы съемканы онда саламын. Келесі файлға. В исходных координатах. Котлован салды. Котлованды ғана қалдырамын. Мына жерде мынау бізде котлованның проектный линиясы. Бұл жеке слойда болған соң өшіре салса да болады. Либо скрывать. Бұлған тағы да поверхность жасаймын. Жаңа поверхность создать. Котлован. Котлован определение. Объекты чертежа добавить точки. Онда менде бәрі точкамен түсірілген. Блок жоқ. Так, екі түрлі поверхность шықты. Мына бізде существующая земля. Қарап көрсек болады. Так, қарап көргенде мына жерде бізде насып болған. Соны түзетулер енгізу керек бұл жерге біраз. Ол жерге так, существующая земля определение структурный линиялар қосу керек. Өйткені бұны қарайтын болсақ, так, мынау емес. Қарайтын болсақ, мына жерде мына границалары анық емес. Осыны қазір структурный линия қосқаннан кейін бұл түзелетін болады бұл жерде. Сол үшін мына откостардың верх низдарын қосу керек. Структурный линияға добавить. Допустим, вверх. Вверх салдым. Одан кейін добавить. Низ. Низ салдым. Енді просмотрмен қарап көрейік. Міне. Мына жерде біздің откостарымыз анық түзелді.
Енді дұрыс болды бұл поверхность. Енді келесі поверхность. Бұл бізде котлован. Котлованды да просмотр жасап қарайтын болсақ, мынау ішкі қабырғалары мынандай үш бұрышты болып дұрыс анықталмаған. Бұл жерге де структурный линия қосу керек. Ол структурный линияларымыз міне мында верх-низ деп екі полилиниямен сызылып тұр. Бұғанда структурный линия қосамыз. Бірінші низға қосайық. Дұрыс қосылмай қалды. Так, мынандай леп белгісі шықса, перестроить деп басамыз. Так, структурная линия, низ и астыңғы линияны таңдаймын. Котловандағы. Келесі структурная линия вверх. Үстін таңдаймын. Келесі біздің поверхностьті тексеріп қарап көрсе болады енді 3D просмотрмен. Енді біздің котлованды қарайтын болсақ, бұл жерде мынау қабырғалары бәрі дұрыс сызылды. Енді дұрыс сызылды. Жоғарғысында бір қарап жүрейік. Существующая земля. Бұл да бізде дұрыс сызылған. Енді тек келесі бізде объем санау ғана қалды. Ары қарай анализ вкладкасын өтеміз. Пульт управления объемами. Мына жерде создать новую поверхность для вычисления объема. Атын жазамыз. Объем котлована. Базовая поверхность бізде существующая земля. Поверхность для сравнения ол котлован будет. Окей. Мына жерде бізде коэффициент выемки әзірше 1-де тұр. Сонда біздің объем 18.000 кубтың шамасында шығып тұр. Метр куб. Әр жердің енді топырағы әртүрлі болған соң бұл жерде коэффициентті жазатын болсақ, мысалы менде коэффициент 1.25 болады. Сондағы объемым 22.609 болып шығады екен. Бұл котловандағы мысал. Келесі мысалымыз ол накопительге келейік. Накопительді ашып қарайық. Бұл жерде де екі түрлі поверхность болатын болады. Сол үшін бірінші поверхность ашамыз. Основание. Основание өтеміз. Определение, объекты чертежі. Бұл жерде бәрімен де точкамен түсірілген объекттердің бәр точка. Таңдаймын. Основание деп, мынау астыңғы крайларындағы точкаларды айтады. Осылардың бәрін таңдап шығамын. Бұл процесс біраз уақыт алуы мүмкін, но өз бағасына тұрарлық. Так, таңдаймыз. Поверхность жасалды, бірақ бізде границамыз мында дұрыс болмай тұр. Өзінің нақты шекарасын алу үшін астыңғы жаңағы алған точкаларға былай полилиниямен қосып дайындап қойған. Мен жеке полилиния қылып граница үшін. Соны мына жерде границы определения дегеннің ішінде границаға басып, сол полилинияны таңдаймын. Енді мен границам түзелді. 3D просмотр жасайтын болсақ,
бұл бізде асты тегіс дала, тегіс алаң болады. Перестроить. Келесі поверхность, ол бізде насыпь. Әлде накопитель. Накопительдің определениясында объекты чертежа деп бүкіл точкаларды аламын. Бүкіл точканы аламын. Бұған да граница жаңағы полилинияны таңдаймын. Тағы 3D просмотр жасаймын. Так, мынау асты болып кетті. Үстіңгі поверхность 3D просмотр мінекей. Мына жерде бізде накопительге шығатын жол және үстіңгі откостарымны дұрыс салынбай қалған. Бұны да структурный линиямен түзейміз. Структурная линия добавить вверх 1. Келесі вверх 2. Кішкентай ғана бір откосымыз бар екен. Соны да қосып жүру керек. Низ 1. Так, низ. Низден бізде 3 болады. 2. Верхтан да 3 болады екен. Верх 3-ші. Мына жерде қалып қойған біраз. Келесі низ 2. Так, низ 3. Мына жерде откоста қалып қойған. Структурный линия қосылғаннан кейін 3D просмотрмен тағы бір қарап жүрейік. Мінекей енді түзелді біздің жолымыз. Жолымыздың границалары түзелді. Мына жерде откосымызды жақсы көріне бастады. Осыдан кейін енді объем санай беруге болады. Анализға өтеміз. Пульт управления. Создать поверхность. Объем накопителя. Базовая поверхность. Основание. Поверхность для сравнения. Накопитель. Окей. Коэффициент 1 болғанның өзінде бізде объемымыз 36450 метр куб шығып тұр. Осы видео пайдалы болса, лайк басыңыздар, ойларыңыз болса комментарийға жаза отырыңыздар. Менің басқа да мастерская геодезиста каналына тіркеле отырыңыздар, онда пайдалы ақпараттар бар. Сау болыңыздар.